7 шелпек пісіру үшін маған 2 кесе ұн керек. Кесе жылы сүтке чай қасық тұз, чай қасық қант, жарты чай қасық дрожж қосамыз, 1 чай қасық май қосамыз. Енді 1 ас қасық сметана, 1 ас қасық күнбағыс майын қосамын. Нанды елеп болдым. Енді 15 минутқа нанды тындырып қоямыз. Оның көтерілгеніне қарамай 15 минуттан кейін нанымызды пісіре береміз. Нан жақсы тыныпты. Енді 7 шелпекке бөлеміз. Мен ұн салмаймын, сұйық маймен майлап аламын да жайып дайындап уже пісіре берем.